Қайырлы құрметті білім алушылар, бүгін біз сіздермен жалпы жер жамылғысын және сол бойынша жер жамылғысының өзгеру динамикасын анықтайтын боламыз. Google Chrome'ға кіріп Sentinel-10 MLULS, яғни Land Use Uncover деп жазатын болсаңыздар, ең алғашқы Argis Living Atlas'тың ішіне кіретін болсаңыздар, сіздерге осы жер жамылғысының веб қосымшасы көрініс табады және сол ашылады. Келесі осы веб қосымша ашылғаннан кейін download geotiff батырмасын басатын болсақ, бізге жалпы талаптар бойынша 2020-дан 2024 жылға дейінгі өзіміздің таңдалған облыстың жер жамылғысының өзгеру динамикасын қанша аудан алғанын және сол бойынша қанша проценттік арақатынаста болғандығын анықтауымыз қажет. 2020-ны басамызда баспас бұрын біз өзіміздің мысалы белгілі бір облыстың аумағын қамтығандықтан біз сол екі облыстың, мысалы бізде Түркістан облысы болғандықтан, осы екі растрды таңдап 2020 жылғы деректерді таңдауымыз қажет. Мысалы басатын болсақ, өзімізге қажетті деректерді 2020-ны басамыз, қасындағы деректерге барып, ол жақта да 2020-ны басып, жүктеу процесін бастаймыз. Бізде жүктеу процесі сәтті басталды сол бойынша, және де осыны күтіп өзіміздің деректерімізді қосуымыз керек. Біздің деректер жүктелгеннен кейін екі растрды ArcMap қосымшасына импорттап, осындай екі жеке бөлек суреттерді алатын боламыз. Енді осы екеуін мозаика бойынша біріктіріп, Arc Toolbox'ның көмегіне жүгінеміз. ArcToolbox қосымшалары, яғни құралдары ашылғаннан кейін біз Data Management Tools, осының ішінде Raster Dataset, Mosaic to New Raster деген таңдаймыз. Mosaic to New Raster қосымшасын, яғни құралын таңдағаннан кейін біз Input Rasterға 42 т мен 41 т-ны осылай көшіріп кіріс деректер ретінде қолдансақ болады. Output location ретінде, мысалы, өзімізге қажетті растрдың ішінде, мысалы, desktop, настройка GIS приложений, растр, осының ішінде біз Land Use Uncover деген папка ашуымыз қажет. Әтті басамыз. Raster Dataset Name біз extensionға, мысалы, жазамыз. Өзіміздің зерттеу аумағымызда жазамыз. Және де .tif, яғни форматты жазуды ұмытпаймыз. Pixel type, яғни пиксельдің типін анықтау үшін кез келген екі растрдың біріне кіріп, соның пиксельдің типін таңдаймыз. Пиксельдің типін анықтау үшін source, tif, осы жақта 8 бит unsigned екендігін көрініп тұр. Pixel type, unsigned, pixel depth 8 бит. 8 бит unsigned екенді автоматически таңдалып тұр. Number of bands, яғни бұны ашып көретін болсаңыздар, тек бір ғана канал екендігіне көздеріңіз жетеді. Окты басамызда мозаика процесін сәтті аяқталғандығын бақылай аламыз.